Сәлем құрметті оқырман, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз безе орамын дайындайтын боламыз, яғни меренговый рулет. Ауызда еритін, өте тез желінетін, балаларыңызға да, басқаға да қонаққа қойсаңыздар да өте керемет әдемі көрінеді. Бірінші, жұмыртқаның ағына шым-шым тұз салып, миксерлей бастаймыз. Миксердің жылдамдығын ең бірінші А жылдамдыққа қойып, 1 минуттай миксерлейсіздер. Одан кейін ақырындап миксердің жылдамдығын өсіре отырып, осы жұмыртқаның ағы көпіршіген сайын аз-аздан немесе қантымызды бөліп 4-5 бөлікке бөліп салып отырып, әбден ерігенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Келесі біз кукуруз крахмалын қосатын боламыз. Міндетті түрде қыздар кукуруз крахмалын қосыңыздар. Себебі егер картоп крахмалын қосатын болсаңыздар, картоптың дәмі шығып кететін болады. Сондықтан да кукуруз крахмалын тауып қосасыздар. Мінекей бізде осындай қою безе шығады. Яғни көпіршітіп аламыз осылайша көбейтіп. Енді пергамент қағазымыз міндетті түрде, содан кейін қыздар, осы меренга рулеті шығу үшін пергамент қағаздарыңыз өте сапалы болуы қажет. Себебі пергамент қағазы сапасыз болса, меренгаларыңыз шықпайды. Мен мына жерде пергамент қағазын бүктеп төседім, себебі көтеріліп кетпес үшін сіздер өз қалауларыңызша астына безе жағып жабыстырып төсесеңіздер болады. Меренганы бір келкі етіп осы пергамент қағазының үстіне жайып шығатын боласыздар. Енді осы беземізді толықтай жайып алғаннан кейін пешке салып 130 градуста 40 минутта пісіретін боламыз. Біздің меренгамыз дайын болғанша кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай 33%-ық сливке қажет болады. Сливкені миксерлеп, әбден қоюланғанша миксерлейміз дағы, үстінен аз-аздан қант ұнтағын салатын боламыз. 3 бөлікке бөліп саламыз. Одан кейін үстінен творожный сыр қосатын боламыз. Солайша бізде өте әдемі қою, жаңағы біздің меренгамызды жақсылап әсемдеуге де өте жақсы келетін крем шығатын болады. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Үстін бассаңыздар өте қытырлап жұмсақ болады. Енді осы жаңадан пергамент қағазымызға немесе үйдегі кухонный полотенцаларыңызға осылайша меренгамызды төңкеріп аударып, астындағы пергамент қағазымызды алып тастаймыздағы, міндетті түрде рулет қылып орап қоясыздар. Меренгамыз суыды. Енді арасын ашамыз. Арасын өстіп ашып, осылай менде бөлініп кетті, ол ештен кетпейді. Қазір ораған кезде ол білінбей қалатын болады. Бөлінбесе тіптен жақсы. Осылайша кремімізді жаңағы мұздатқыштан алып, кремімізді толықтай ортасына жағамыз. Мен ортасына ештеңке салмадым. Сіздер өз қалауларыңызға малина, жаңағы құлпынайдан, немесе банан сияқты әртүрлі заттарды өздеріңіз салып әсемдесеңіздер болады. Киви, менде енді үйге пісіргеннен кейін көп ешқандай әсемдемедім. Бетінен тек қана жаңағы клубникаларды салып кішкене әсемдедім. Осылайша бізде меренга шықты. Өте әдемі, дәмді, дәмі өте тіл үйіретін. Каналым ұнап жататын болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан. Рахмет.